Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз күн жүйесіндегі жердің және оның серігі айдың қозғалысын мына модель арқылы тамашалайтын боламыз. Біз білеміз, күн ол планеталардың ортасында ең үлкен орталық болып табылады. Барлық планеталар күнді айнала қозғалады. Күн бүкіл планеталардың салмағын қосқанда соның өзінде де 750 есе олардан үлкен болып тұрады. Күнді айналатын планеталардың қозғалысы эклиптика бойымен орбита тәріздес болып, олар қашықтаған сайын орбита созылыңқы бола бастайды. Күн ол бүкіл планеталардың орталығы болып табылғандықтан, оларға өзінің белгілі бір қашықтықта сәулесін таратып тұрады. Ал біздің жер үшін ол күннің сәулесі өте маңызды болып табылады. Және де бүгін сіздерге айдың тұтылуы, күннің тұтылуын осы қондырғы заты арқылы көрсетсек деп отырмыз. Бұл механизм қалай жұмыс жасайтынын бірге көрейік. Енді балалар, осы жерде мынау біздің күніміздің жарығын жерге өзінің серігі ай жауып тұр. Осы мезетте жерге түсетін сәуле белгілі бір аралыққа, мысалға мына жерде бізде ақш орналасқан. Осы ақшқа белгілі бір минуттар арасында күннің тұтылуы пайда болуы мүмкін. Күннің тұтылуы осы айдың жер мен күннің ортасына келіп орналасуынан болады екен. Енді біз айдың тұтылуын көрейік. Ай ол біздің жердің артында тұрып қалған кезде және жердің көлеңкесі оны толықтай жапқан кезде айдың тұтылуы болады екен. Ол кезде жер күн мен айдың ортасында орналасады. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызық болды деп ойлаймын. Мұны мектепте немесе өздеріңіздің қолжетімді бағада, мысалы мынау модельді сатып алып, өздеріңіз құрастырып көрсеңіздер болады. Бұл өте қызық әрі пайдалы іс деп ойлаймын. Келесі сабақтарда жолыққанша.